Сәлем достар, қазір хит болып жатқан Озон обучениясына қош келдіңіздер. Алдағы алатын білімдеріңіз өздеріңізге қайырлы болсын деп тілеймін. Қандай да бір обучение оқымас бұрын міндетті түрде ниеттеріңізді дұрыстаңыздар, барлығы ниетке байланысты. Жалпы Озон обучениясы қазір Wildberries-тен кейінгі Россиядағы ең үлкен маркетплейстардың қатарына кіреді. Негізі Wildberries мен қазір Озон обучениясын үйретіп жатқан кезде міндетті түрде Wildberries-пен салыстырмалы түрде түсіндіріп өтетін боламын. Wildberries-те басында киім сататын маркетплейс болып ашылған, одан кейін дамып, карантин кезінде басқа да категориялардың товарын сата бастаған. Озон маркетплейсы дәл солай, басында бытовая техника сататын магазин болып ашылған, одан кейін даму арқасында барлық категорияның товарларын сата бастаған. Озон маркетплейсінде де Wildberries-тегі сияқты жұмыс жасаудың үш схемасы бар. Біріншісі ФБО дегеніміз, яғни Россияның складына товарларыңызды алып барып қою арқылы сол склад арқылы сату. Екіншісі ФБС. Дәл Wildberries-тегі сияқты қолыңызда товар болу міндетті емес, товар саласыздар, заказ келген кезде ғана товарларыңыздың ақшасын төлеп, заказдарыңызды складқа өткізесіздер. Бұл жердегі бір айырмашылығы ФБС-те, Wildberries-те түскен заказдарды ең үлкен маркетплейстарға, складтарға ғана апарып тапсыратын болсаңыздар, Озон маркетплейсінде түскен заказдарыңызды үйіңізге жақын жердегі ПВЗ-ларға апарып тапсырсаңыздар болады. Бұл жердегі айырмашылығы, егер сіздер ПВЗ-ға апарып тапсыратын болсаңыздар, от суммы, яғни түскен ақшадан 25 рубль төлейтін боласыздар. Бұл жерде платная приемка, яғни ақылы қабылдау товарлардың барлығын. Ал складқа апарып тапсыратын болсаңыздар, сіздерден 10 рубль алатын болады. Және үшінші схемасы Реал ФБС. Реал ФБС тек Россия аумағында тіркелген селлерларға ғана арналған, оның индексациясы өте төмен болады. Сол аумақты ғана қамтиды да, сол жердегі заказдарды өздері апарып береді. Реал ФБС-те істейтін адамдар маркетплейске тек комиссия үшін ғана ақша төлейді, доставка өздерінен болады. Және де Озон маркетплейсында Wildberries-тегі сияқты алға тіркелдің, товар салып, сразу заказ қабылдау деген нәрсе жоқ. Тіркелгеннің өзінде сіздер обязательно модерация деген нәрсе бар, модерациядан өтесіздер. Тіркелгеннен кейін модерациядан өтесіздер, товар салатын кезде де тоже модерациядан өтесіздер. Егер де тіркелген кезде модерациядан өте алмай қалатын болсаңыздар, айлап жүріп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде мұқият тіркелуге әрекет жасаңыздар. Және де көптеген айырмашылықтар бар. Бұл жерде келген заказдарыңызды егер сіздер қабылдай алмайтын жағдай болатын болса, онда заказдарыңызды отмена жасауға болады Озон Wildberries-те. Бірақ причинасын айту керек. Егер де өзінің шектік мөлшері бар, егер де шегінен шығып отмена жасай беретін болсаңыздар, магазин сіздерді блокқа қоюы мүмкін. Тағы да айтатын мәселе, бұл жерде Озонда бізде білесіздер отчет бір аптада бір рет шығып отырады. Бір аптадағы жиналған ақшаларыңызды полный сол аптаның отчетынан кейін сіздерге міндетті түрде аударатын болады. Ал Озон маркетплейсында отчет 2 аптада бір рет шығады. Және де Ресейден емес басқа елдерден тіркелген селлерлардың барлығы өздерінің шектік суммасы бар, 80 000 рубль, ал біздің теңгемен $1000 асатын болса ғана ақшамызды міндетті түрде аударып береді. $1000 дейін біздің ақшамызды өзімізге аударуға мүмкіншілігіміз жоқ. Бұл жерде қалай? Например, 1-нен бастап 15-не дейін бір рет отчет шығады, 15-нен бастап 31-не дейін екінші отчет шығып отырады. Егер сіздің ақшаңыз 3-не немесе 4-ші числода уже $1000 жетіп қоятын болса, сіздің ақшаңыз $1000 жетті екен деп сразу аудара салмайды. Қашан сізде отчет шығады, сол отчет кезінде аударылады. Сізде 4-ші числода уже $1000 жетіп, одан кейін тағы да отчетқа дейінгі жиналған ақшаларыңыз жинала береді. Сол отчеттан кейін біз счет жіберуді үйретемін. Сол счет жібергеннен кейін ғана сіздің Народный банкіңізге аударады. Бұл жерде Озон маркетплейсі только Народный банкпен ғана жұмыс жасайды. Каспий банктегі счетымыз жарамайды. Және айтатын нәрсе, Озонға біз қазақстанский селлер болып тіркелгеннен кейін біз Wildberries-тегі сияқты Россияның складын қосып жұмыс жасай алмаймыз. Россияның складтарына бізге қосуға рұқсат жоқ. Сондықтан только Қазақстанның ПВЗ-лары складтарын қосу арқылы жұмыс жасай аламыз. Москва мен только ФБО арқылы ғана жұмыс жасай аламыз. Сондай айырмашылығы бар. Және де сіздер товарларыңызды Wildberries-те білесіздер, жібергеннен кейін товарлар жоғалатын жағдай болады. Қаншама товарлар жоғалған студенттер болды мысалы. Бірақ ондай қорқыныш Озон маркетплейсінде болмайды. Сіздер товарларыңызды жібергеннен кейін новый заказды алып 2 апта көлемінде барады. Барғаннан кейін сіздерге ақшасы түсетін болады. Ал егер жолда кетіп бара жатқан заказдарыңыз отмена болатын болса, барып, одан кейін отмена болатын болса, қай ПВЗ-дан товарларыңызды тапсырдыңыздар,
тура сол ПВЗ-ға товарларыңыз келіп түседі. Егер де сіздер басқа қалалардан жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол товарларыңызды сіздерге алуға мүмкіншілік жоқ, иә. Сол кезде сіздер қай фулфилментпен жұмыс жасап жатсыздар, сол фулфилменттегі товарды складқа тапсыратын адамның атына сіздер доверенность жазып бересіздер. Доверенностьті заверять ету міндетті емес. Мен осында өзіңіздің данныйыңызды жазасыз және алып кететін адамның данныйын жазасыздар. Осы адам менің товарымды алып кетуге рұқсат деп, біз оны видеоның астында документтерде міндетті түрде жіберетін боламыз шаблон. Сол шаблонға қарап толтырасыздар. Возврат товарларыңызды сол арқылы алып кетесіздер. Товарыңыз возврат болып келгеннен кейін міндетті түрде бір ай күтеді, бір айдан кейін утилизация, яғни ол жарамсыз болып кетеді. Сондықтан да бір ай көлемінде товарларды міндетті түрде алу керек. Және де Wildberriesте білесіздер, служба поддержкаға біз қандай да бір көмек керек болғанда жазатын болсақ, кейде ответ қайтармайды, кейде 2-3 жазғаннан кейін бірақ ответ қайтарады. Ал Озон маркетплейсында служба поддержки өте жақсы жұмыс жасайды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сол служба поддержкаға жазу арқылы тез ответ ала аласыздар. Служба поддержканың сондай жақсы жұмыс жасағанды кезде сіздің WhatsApp-ыңызға шығу арқылы жақсы көмектесе алады. Және де Озон маркетплейсында селлерлерді білесіздер, Wildberriesте қандай да бір артық қылық жасасаң, артық керек емес дүниелерді жасайтын болсаң, сразу минусқа кіргізіп жібереді. Ал Озон маркетплейсында ешқандай қатты қорқыныштың қажет жоқ. Беталды былайынша айтқан кезде минусқа кіргізе бермейді. Минусқа кіргізеді иногда сіздер поставканы дұрыс создавать етпеген кезде. Екінші жағдай трафареты, яғни аккаунттың өзінің ішінде рекламалық продвижениялар бар. Соны дұрыс жасамаған жағдайда ғана минусқа кіріп кетулеріңіз мүмкін. Ал былайынша Озон маркетплейсі селлерлерді қатты минусқа кіргізбейді. Және де Озон маркетплейсінің ең бізге қатты тиімдісі, біз Wildberriesте білесіздер, аналитика жасау үшін арнайы аналитикалық сайтын сатып аламыз, доступ аламыз, сол сайт арқылы аналитика жасаймыз. Ал бұл Озонның бір жақсы мүмкіншілігі, бізге айырмашылығы, аналитикасы өзінің ішінде бірнеше реклама түрлері бар. Товарыңызды реклама жасасаңыз да, ключевые слова мен ключевые словаларыңызды реклама жасасаңыз да, міндетті түрде жақсы нәтиже береді. Және де тағы бір артықшылығы, сіз қай категория товарын создавать етесіз, сол категория бойынша нешінші позицияда тұрсыз, оны автоматически сізге базаның өзі көрсетіп отырады. Сіз міндетті түрде статусқа кіріп көру арқылы емес, через приложение арқылы көруге мүмкіншілігіңіз бар. Келесі айтатын мәселе, біздер Озон арқылы товар сатқан кезде міндетті түрде налог төлейтін товар ма, төлемейтін товар ма, соны міндетті түрде біліп алуымыз керек. Налог төлейтін товарлар болса, сіздер лажы барынша сатпай қойыңыздар. Ондай товарларды ертең границадан өтетін кезде үлкен проблема болуы мүмкін. Және де Озон бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, білмей жатқан жерлеріңіз болса, разделдарды көру арқылы өзінің Озон университеті деген Озонның өзі сіздер үшін жасап шығарған Озон обучениесі бар. Негізі сол жерлерден де кішкене көмек сұрап алсаңыздар болады. Wildberriesке қарағанда Озон маркетплейсындағы заказдарды қабылдаудың айырмашылығы, қараңыздар, заказдарды біз Wildberriesте қабылдаған кезде товарды саламыз, одан кейін пупыркамен ораймыз. Ал Озонда қалай? Озонда бірінші товарымызды қара пакетпен орап аламыз, одан кейін осындай пупыркаға ораймыз. Одан кейін бұл бірінші әдісі. Ал екінші әдісі курьерский пакетті білесіздер. Курьерский пакетке товарларыңыз сынатындай болса, пупыркаға орау, одан кейін жаңағы курьерский пакетке салсаңыздар болады. Бұл упаковканың екінші түрі болып саналады. Ал келесі сабақтарда мен сіздерге товарларыңызды қалай создавать етудің бірнеше жолын үйретемін. Склад создавать ету, товарымызды продажаға шығару, новый заказ қабылдау, аналитиканы және продвиженияның бірнеше түрін үйрететін боламын. Келесі келесі сабағымыз біздің тіркелу сабағы. Тіркелу үшін сіздер ИП-ларыңыздың ЭЦП ключтеріңізді және де Народный банктың счетын алып келіңіздер. ИП-ның аты міндетті түрде орысша әріптермен болу керек. Қазақша шрифт болса, міндетті түрде оны ауыстырып 3 күн күткен абзал. Болмаса модерациядан өту кішкене қиын болады. Ал келесі сабақта кездескенше.